Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге сигара бөрек дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен лавашымызды дайындап аламыз. Сырды үккіштен өткізіп аламыз және де кішкене мөлшерде колбасамызды соломкаға турап аламыз. Лавашымызды видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Барлық лавашымызды кесіп болғаннан соң сигара бөрегіміз дайындауға кірісеміз. Және де бір ыдысқа бөлек таза су құйып қоюды ұмытпаңыз. Лавашымызды алып, ішіне күштен өткізілген сырымызды салып, 1-2 дана колбасамызды салып, екі жағынан қайырып, видеода көрсетілгендей жіңішке етіп, орап шығамыз да ұшын сумен сулап жапсырамыз. Қалған лаваштарымызда да дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі начинкалар салсаңыз болады. Краб таяқшаларын салуға болады, жұмыртқа араластырып салуға болады, қайнатылған картошка да қоссаңыздар болады. Дайындап болғаннан соң қызып тұрған майда қуырып аламыз. Екінші бетін аудара отырып, екі жақтан қуырып аламыз. Өте жылдам қызарып қуырылады. Мінекей біздің сигара бөректеріміз дайын. Өте оңай жасалады. Көп уақытты да алмайды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.